Александр Онищук, Қазыбек Ногербек, рапид бойынша әлем чемпионаты. Бұл позиция уәзір гамбитінен және Карлсбад жүйесінен. Енді сұрақ туындайды, бұл позицияны қаралармен ұтуға мүмкіндік бар ма, жоқ па? Патша G7, G4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. H5 бірден бұл сарбаздың хал жағдайын білу, G5 және ат G8 алдық және патша G2 ат E7. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына C6-дағы сарбазды қорғау, өткені ол жартылай ашық жолда орналасқан артта қалған сарбаздардың бірі. Ат G3, тура A3, біз деген Филидорды есімізге түсіреміз. 3-ші және 6-шы қатардың қаншалықты маңызды екенін, тура C1 және патша F8. Патшаның белсенділігі өте маңызды, бұл туралы ешқашан ұмытпаңыздар. Тура C2, патша E8, ат C2 және патша D7 мына артта қалған сарбазды қорғау. H4, тура A1, тура B2, патша C7. Енді қомағалар қатарына кіруге рұқсат жоқ. F3, мынау бекер болды. Бекер болды өткені толығымен соңғы қомағалар қатарының әлсіздігі білінеді. C5, артта қалған сарбаздан құтылу. DC, піл C5, енді мына пілдің әрине мәртебесі өте жоғары және мына сарбазға шабуыл жасапты. Тура C2 байлап тастады. Мына байлау әдісін сіздер жақсы білесіздер. Патша D6, E4 және піл E3. Бұның ең басты мақсаты мына торды бақылауда ұстау. Егерде былай алатын болса, онда атпен D5-ке келу. Содан кейін байқасаңыздар, қарсылас деген бүкіл ойыншыларын қара түске орналастырды. Біз деген бүкіл сарбаздарды ақ түске орналастырдық, өткені Капабланка ережесі. F4, D4. Енді біз өтетін сарбазды ұйымдастырдық. Ат F1 және тура F1. Осы жүрісті әрине Александр Онищук жіберіп алды. Алдық және D3, бұл деген қос соққы әдісі, мына жерге де позицияны трансформация жасайды, немесе өзгертеді. Тура B2 алдық және піл F4. Бір сарбазды жылып кеттік, ертеме кешпе мына сарбаздың түбіне жетеміз. Ат патша F3, піл негізгі орталыққа келді, B6 былай және B7 мына қомағалар қатарындағы сарбаздарға шабуыл жасау. Патша E6, B6, D7, A6, C3. Асығып тұрған жоқпыз. Біздің басты мақсатымыз қазір артынан мына сарбаздарға шабуыл жасау. Тура B6, піл H, піл E1, B7, D7 былай және ат негізгі орталыққа барды және шабуыл жасады. E3 және қос соққы, осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Былай қарасаңыздар, мына позицияны ұту мүмкін бе еді деген сұрақ туындайды. Мүмкін екен.